Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қайталау. Бүгінгі сабақта болашақ жоспарың туралы айтып, жазып үйренесің. Сөйлемдердің мағынасын ажыратуды үйренесің. Бірінші тапсырма. Апталық жоспарыңды құр. Үлгі: дүйсенбіде кітапханаға барамын. Оқушылар, үлгіге қарап, апталық жоспарыңды құрап көр. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, апталық жоспарларыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Дүйсенбіде кітапханаға барамын. Сейсенбіде музейге барамын. Сәрсенбіде футбол ойнаймын. Бейсенбіде шаштаразға барамын. Жұмада киноға барамын. Сенбіде сурет саламын. Жексенбіде тауға шығамын. Оқушылар, сендердің де апталық жоспарларың сәтті шықты деген ойдамын. Екінші тапсырма. Дәптеріңе кестені толтырып жаз, үлгіні қолдан. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, апта күндерін басқаша қалай түсіндіріп жаздыңдар? Жауаптарыңды бірге тексерейік. Дүйсенбі бүгін, сейсенбі ертең, сәрсенбі бүрсігүні, бейсенбі арғы күні, жұма одан арғы күні. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Белгілі бір заттың жасалу жолын түсіндір. Оқушылар, үлгіге қарап, тапсырманы жалғастырамыз. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Жауаптарыңды бірге тексерейік. Бірінші, қағазды екіге бүктеймін. Екінші, бүктелген қағазды ортасынан тағы бүктеймін. Үшінші, суретке қарап, үлгіні қиып аламын. Төртінші, үлгі бойынша 2 дана дайындаймын. Бесінші, көйлектің 2 бетін беттестіремін. Ең соңында, көйлектің 2 жанын және иығын қосып тігемін. Міне, көйлек дайын болды. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Үлгіге қарап, берілген сөйлемдердің мағынасын ажыратып айт. Оқушылар, іске сәт. Сөйлемдердің мағынасын қалай ажыраттық? Бірге тексерейік. Мен егінді жинадым. Болған әрекет. Астықты ертең өлшеймін. Болатын әрекет. Жер жырттым, дән септім. Болған әрекет. Астықты ұшырдым, тазаладым. Болған әрекет. Қонаққа арнап нан пісіремін. Болатын әрекет. Тәтті тоқаш саттым. Болған әрекет. Ұнды тазартамыз да наубайшыға жібереміз. Болатын әрекет. Қырманды сыпырдым. Болған әрекет. Астықты қамбаға құямын. Болатын әрекет. Тауарды қайта есептедім. Болған әрекет. Оқушылар, сендердің де жұмыстарың сәтті шықты деген ойдамын. Бесінші тапсырма. Сөйлемге сәйкес суретті тап. Оқушылар, іске сәт. Сөйлемге сәйкес суретті қалай таптық? Жауабымызды бірге тексерейік. Бірінші суретке ән нұсқасы сәйкес келеді. Мен егін орамын, жинаймын. Екінші суретке
А нұсқасы сәйкес келеді. Мен жер жыртамын. Үшінші суретке Б нұсқасы сәйкес келеді. Мен астық тасимын. Төртінші суретке Г нұсқасы сәйкес келеді. Мен астықтан ұн тартамын. Бесінші суретке В нұсқасы сәйкес келеді. Мен астықты өлшеймін. Алтыншы суретке Г нұсқасы сәйкес келеді. Мен ұннан нан пісіремін. Жетінші суретке Д нұсқасы сәйкес келеді. Мен тәтті тоқаш сатамын. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Алтыншы тапсырма. Жақшаны ашып жаз. Оқушылар, жақшаны ашып, сөзге ғалы келі, қалы келі қосымшаларын дұрыс жалғап жазамыз. Үлгі: мен ән байқауына қатысқалы жатырмын. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Берілген сөйлемдерге қосымшаны қалай жалғадық? Бірге тексерейік. Мен сахнада би билегелі жатырмын. Мен көрерменнің көңілін көтергелі жатырмын. Біз жеңімпазға сыйлық бергелі жатырмыз. Сен кинода ойнағалы жатырсың. Сіз маған көйлек тіккелі жатырсыз. Біздер сән үйіне барғалы жатырмыз. Ол шұлықты кигелі жатыр. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Болашақ жоспарың туралы айтып жазуды үйрендің. Сөйлемдердің мағынасын ажыратуды үйрендің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 25-ші беттегі 6-шы тапсырма. Ә нұсқасы. Жақшаны ашып, ар, ер, р қосымшаларын дұрыс жалғап жаз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.